Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар мен құрметті мұғалім. Мен бүгін екінші сірес жұмысын орындаймын. Және де менің айтатын тақырыбым Қабдеш Жұмаділовтің «Академиктің көз жасы» деген шығарма. Жалпы академиктің көз жасына тоқталып айтпастан бұрын Қабдеш Жұмаділов кім деген сұраққа жауап берейін. Қабдеш Жұмаділов бізде 1936 жылы 24 сәуірде дүниеге келген, және ол Қытай аумағында Тарбағатай аймағында дүниеге келген. Ол бала кезден өзінің қазаққа деген махаббатын көрсетіп Қазақстанға оралғысы келеді. Және де өскеннен кейін ол қазақ жастарымен бірге Қазақстанға біржолата оралады. Ол 1965 жылы Қазақ ұлттық университеті, қазіргі КАЗНУ университетін бітіріп, содан кейін өзінің қатты танымал десек те шығармаларын шығарады. Оның шығармалары Саржайлау, Жас дәурен, Қаздар қайтып барады, Сәйгүліктер әңгімесі, және де бүгін мен айта кететін Академиктің көз жасы. Академиктің көз жасын айтпай тұрғанша, мен Қабдеш Жұмаділовтың бір интервьюсын тұтқан кезде оның өмірлік принциптарына тоқтала кетейін. Қабдеш Жұмаділов бір өмірлік принциптарының бірі, ол адам үш затқа ғана жауап беру керек. Біріншісі Құдайдың алдында жауап береді, екіншісі ақиқатқа жауап береді, және үшіншісі халықтың алдында жауап беруі. Сол принциптарды ұстанған Қабдеш Жұмаділов бізде өмірге деген принциптар, ақиқатқа деген көзқарасы өте дарынды, өте мықты тұлға ретінде қарастырамыз. Және Қабдеш Жұмаділовтың осы қалдырған біздің өсиеттері, шығармалары сол принциптарының айқын бейнесі десек те болады. Енді мен қазір академиктің көз жасын айтайын, және осы айтпастан бұрын ол неден тұрады, қалай мазмұнын, бәрін мен бүгін қалай түсіндіретінін бәрін толықтай айта кетсем. Мен ең бастысы академиктің көз жасын қысқаша мазмұндап, шағын бір 15-20 минуттай мазмұндап берсем, және де қалған уақытта өзімнің берілген тапсырмалар бойынша сұрақтарға жауап беріп, берілген үзінділерді оқып, дұрыстап жауап айтамын деген ойдамын. Академиктің көз жасының басталуы. Мен сіздерге кейбір жерлерін оқып беріп отырам, себебі мен сол моментті өзім тілмен түсіндіру кішкене дұрыс емес болар деген ойдамын. Академиктің көз жасының басталуы. Бізде Қаныш Сәтбаев өзі тұңғыш тау-кен инженері, атақты геолог Қаныш Сәтбаев қазақ даласын қазынасын ақтарып, жерасты байлығын ел игілігіне айналдырам деп шарқ етіп ұрып жүргенде, сол даланың үсті астан кестен болып ашаршылыққа ұшаған адамдар шыбынша қырылып жатыр еді. Оны қалай түсінуге болады? Қаныш Сәтбаев өзінің жұмысын атқарып жүрген кезде, ол кезде қазақ елі бізде ашаршылықтың кезеңі болды. 1931, 32, 33 жылы бізде Филипп Исаевич келіп ашаршылық кіші қазан революциясын жасайтын кезең. Ол кезеңде басында оқиға былай басталады. Сәкен Сейфуллин өзінің жұмысы жоқ, өзі Мәскеуге барып, мен Сталинге бір өтінішін айтады. Сәкен Сейфуллин өтінішін айтады: Сталин мырза, мен сізге Мәскеуде оқығым келеді деп. Сталин мырза айтады: Сәкен Сейфуллин айтады: қазір Қазақстанда байлар өте көп, олар қазір малдарын қай жаққа жойып жатқандарын білмейді, олар бәрі толықтай ұлтшылдар деген сияқты қылып Сталинге жеткізіп айтады Сәкен Сейфуллин. Және де мен қазір өзімнің жұмыссыз жүргенін пайдаланып Мәскеуге оқуға келгім келеді дейді. Ал Сталин тұрады да айтады: сен қандай білімің бар дейді. Сәкен Сейфуллин айтады: мен өзімнің мұғалімдер семинариясын аяқтағанмын дейді. Сталин:
ол өте күшті мамандық қой. Себебі өзім де семинарлықты ғана бітіргенмін деп айтады. Сен оданша ауылына қайт, сен өзіңнің ауылына келесің. Ал жаңағы байларды, ұлтшылдарды уайымдама, мен сендерге бір адам жіберемін деп айтады. Ол адамның жібергені ол Филипп Исаевич Голощекин. Голощекин Қазақстанға келіп, қазақ жеріне келіп, қазақтардың расымен де бай көріністі көргеннен кейін ішінен біртүрлі болып қалады. Себебі орыстың кедейі мен қазақтың кедейін салыстырған өзінде қазақтың кедейінде кем дегенде 50 қой болатын. Кем дегенде солардың өзі кедей аталатын. Ал бізде орыс кедейлері олар деген кедей, расымен де кедей болған. Сөйтіп Филипп Исаевич тұрады да барлық малды алып қырып бастайды, және 1931, 32, 33 жылы ашаршылық кезеңмен басталады. Сөйтіп Филипп Исаевич адамдардың малдарын тартып алғаннан кейін, одан бұрын Сәкен Сейфуллиннің тар жол тайғақ кешу шығармасы да сол кезде шығады. Тар жол тайғақ кешу шығармасы ішінде алаштықтардың қай билікте отырғаны, әр адамның байлығы қай жерде, қай жақта отырғаны бәрі сол тар жол тайғақ кешуінде жазылғаннан кейін Филипп Исаевич сол тар жол тайғақ кешуінің тура қолма-қол аудармасын сұрап, аудармасын алып, бәрінің жаңағындай алаштықтарға күн көрсетпей басталады, және де жаңағындай байлардың малдарын тартып алу кезеңі басталады. Қаныш Сәтпаев өзінің сөздерінде өзінің дүниеге келуін әкесінің бірінші әйелінің арқасында деген деректер бар. Өзі сөйтіп айтқан. Неге деген сұрақ қоятын шығарсыздар. Себебі әкесі Имантай 40 жасқа дейін бала таба алмай бақытсыз болған. Ол бақытсыздықты көрген әйелі, бәйбішесі, өзі де бақытсыз болады. Бір күннен бір күні ол өзі түс көреді әйелі. Сол түсінде ол 2 қасқыр және 1 түлкі, сол Имантай 2 қасқыр 1 түлкі атып алып келгенін көрсетеді. Ол сол 2 түлкі мен 1 түлкі мен 2 қасқырды алып келгенін ол сол күйеуіне айтып барады. Сен 1 қыз бен 2 бала табасың деген сияқты қылып айтып келеді. Соны Имантай айтады әйеліне, мен сенен басқа ешкім жақсы көрмеймін деген сияқты. Бірақ ол жаңағы бәйбішесі өзінің сөзінде нық тұрып, сен екінші әйел алу керексің, және мен оны уже екінші әйелін тауып келдім деген сияқты қылып айтады. Ол екінші әйелі Шорман әулетіне тұрмысқа шыққан жесір Алима деген кісі екен. Басында Шорман әулеті оны жібергісі келмеді, бірақ соңында Сәтпаевтар әулетінің билігі соншалықты, ол билікке де шыдай алмай жаңағы Алиманы бір кезде алып келді. Көп ұзамай Алима өзінің Имантайға тұңғыш Ғазиза деген қызды алып келеді, тұңғыш қызды, және екінші Ғазиз деген ұлды, және үшіншісі Қаныштың өзін алып келеді. Енді біз ашаршылықтың уақытына қайтадан оралсақ, Қаныш Сәтпаев өзінің жұмысын жасап жүрген кездері оған белгілі бір жаман хабар түседі. Оның Әбікей деген ағасы, немере ағаласы, және Әбдікәрім деген немере ағалары, және үшінші өзінің туған ағасы Ғазиз түрмеге абақтыға түсті деген бір жайт, жаман хабар түседі. Ол сол хабарды естігеннен кейін Сәтпаев ол бүкіл жұмыстарын бәрін тастап, оларға барып, оларға ақтап алу үшін өзінің күшін бәрін күш салады. Соның бәрін содан бұрын оған әкесі сол абақтыға бірге түскен екен. Өйткені ол кісі үлкен би болған, бай болған, соның малдары көп болған себебі оның бүкіл малын тартып алғаннан кейін, әр адам өзінің малын тартып алғаннан кейін келіспегеннен кейін оны түрмеге қамап тастаған. Сол түрмеде 3 күннен кейін қайтыс болып кеткен екен. Сол жайтты ол өзінің баласына Қанышқа айтпауын сұрайды, бірақ көп ұзамай Қаныш біліп қойғаннан кейін Қаныш өте ауыр халде болады. Сосын ол өзі барып Москвада өзін сөз сөйлейді, жаңағындай мен бауырларын шығарып алу сияқты. Ол орысша нақ өзінің
өзінің ұстанымын, өзінің айтуын нық айтуымен бәрін таңғалдырып, біржолата жаңағы Ғазиз, Әбдікәрім, Әбікей деген сияқты ағаларын шығарады. Ғазиз ол өзі түрмеден шыққаннан бөлек өзімен бірге 150 қойын және 50 малын бірге өзімен бірге алып алады екен. Bir күннен бірі Қаныш Сәтбаев өзінің туған әулетіне, Баянауыл жеріне қайтадан оралады. Себебі қазіргі ашаршылық кезеңіне өзінің бауырларын көріп қайтайын деп, қандай халде екенін көріп қайтайынға өзінің бірге шофырмен үлкен жүк көлігін алып келеді. Сөйтіп өзінің туған ауылына, Баянауыл жеріне барады. Баянауыл жеріне барғаннан кейін, өзінің қара шаңырағына барғаннан кейін, қара шаңырағын қазір өзінің тетелес інісіне, Тәрмизи деген інісі алып отыр екен. Тәрмизилердің үйіне кіргеннен кейін халдары өте нашар, бәрі аш, бәрі арық, арша келген, эренексия деген сияқты ауру, бәрі әлсіз болып қалған көрген Қаныш Сәтбаев бекер жүк көлігін әкелмеген екен. Өзімен бірге тамақтарын алып келіп, Тәрмизиге бірге мен сендерді алып кетемін және ауылдың 15 баласын алып келіңдер. Мен солардың бәрін алып кетемін өзімен бірге деп айтады. Соны естіген Тәрмизи өзінің бүкіл отбасысын алып жүк мәшіге тиеп, және де тағы ауылдың 15 кішкентай бүлдіршін балдарын өзімен бірге алып кетеді. Және өзінің алып келген азық-түлік тамақтарын Қаныш Сәтбаев жартысын ауылға тастап кетеді, және жартысын сол балаларға жолға тамақ ретінде алады. Және сол ауылға барғаннан кейін өзінің көрші өзінің тәтесіне жолықпай кетсем қате болады деген сияқты өзіне айтады. Сөйтіп айтқаннан кейін Тәрмизиге айтады, мен тәтеме барып қайтайық бірге. Ол көш ауылда Шорман әулетіне тәтесі Шорман әулетіне келін болып түскен екен. Шорман әулетіне келін болып түскен тәтесі, атын ұмыттым, кешіріңіздер, есіме түспейді қазір. Сол тәтесіне келін болып түскен тәтесіне бара жатқан кезде өзін Қаныш Сәтбаев біртүрлі сезінеді. Біртүрлі сезінуі ауылының ішіне кірген кезде, үйіне жақындаған кезде ол қорыққаны сонша Тәрмизиге айтады. Тәрмизи, мен қазір үйге кіре алмаймын, мен біртүрлі бір жағдай сезіп тұрмын, сондықтан сен менің орныма кіріп, оны бері шақыршы дегендей қылып айтады. Тәрмизи кіріп шыққан кезде Тәрмизидің түрі өте қатты жаман, қатты ағып кетеді. Жаңағындай түрі, қабағы күреніп, өзінің көз жасы шығып деген сияқты. Ол Сәтбаев соған қараған мезетте өзін түсінген сияқты болады. Сөйтіп жылап жүріп тұрған жерден еңіреп жібереді. Тәрмизи айтпастан бұрын. Тәрмизи содан кейін айтады, мен сенің тәтең осыдан 3 күн бұрын аштыққа төзе алмай қайтыс болып кеткен екен деп. Содан кейін сол Қаныш Сәтбаев еңіреп жылап отқан мезетте мен тәтесінің атын есіме түсірдім, Ғазиза тәтесі. Ғазизаның өзінің екі ұлы бар екен, өзінің інілері екен біледі. Сол екі інісін тұрады да жаңағы Марвизиге айтады, Тәрмизиге айтады, сен сол менің інілерімді алып кел, онымен бірге алып кетеміз деп. Тәрмизи айтады, Қаныш, олардың жағдайлары өте нашар, олар жүруге де жағдайлары келмей жатыр. Сондықтан біз оларды қалдыра салайық дегендей қылып айтқан мезетте Қаныш өзінің айқайлап жібергенін өзі де түсінбей қалып, өзі сенің басың істей ма, ол менің інілерімді тастап кетсе, мен ертең қалай өз болашағыма қалай қараймын дегендей қылып айтады. Сөйтіп Тәрмизиге өзімен бірге шопырмен бірге арқалап болса да алып келіңдер деп айтқан мезетте екеуі алып келеді. Екеуі де ұл, біреуі 8 жаста, біреуі 5 жаста, және үлкені болашақта. Кім деп ойласаңыздар, өзім сол информацияны білген кезде өте таң қалдым. Қаныш Сәтбаевтың інісі
Кемел Ақышев екен. Сол 8 жастағы бала Кемел Ақышев бала екен. Сөйтіп сол балаларды тиеп фургонға салып алып кеткен кезде өзінің жезқазған жеріне барады, өз үйіне. Және ол жезқазған жерінде өзінің орыс әйелі бар, Таисия, мен оны айтуды ұмытып кеттім, Таисия Алексеевна деген. Таисия Алексеевна деген кісі сол үйге кірген кезде, жаңағы үйіне қаныш сатпай кірген кезде өзімен бірге 20 шақты адамды көрген кезде Таисия біртүрлі қарап қалады. Сол Таисия қарап қалған кезде бір мезетте жылап жібереді. Мен сенің балаларыңды, сенің туысқандарды қарай алмаймын, мен мынанша балаға біз өзімізді асыра алмай отырып, біз қалай асыраймыз мынаның бәрін дегендей қылып жылап бастайды. Қанышпен ұрысып, сөйтіп жылап бастаған бір мезетте сол Қаныштың үйінде сол Таисияның анасы Алексеевна Федоровна тұрады да айтады: ей Таисия, не үшін жылап отырсың? Қазаққа жерде осының бәрін біліп тимедің бе? Мен саған ескерттім ғой деп ұрсып, кел оданша мынаның бәрін жуындырып, баня жақ, жаңағындай киімдердің алда өртеп жер, қайшалып кел, шаштарын қиямыз, бәрін дұрыстаймыз деп Таисияға ұрсып, Қанышқа бар комбинатқа бар, мата алып кел, мен өзім оларға киім тігемін деп бәрін киім тігіп, жағдайларын сықитып береді десек те болады. Содан соң оқиға бірнеше жылға асады. Сол мезетте сол бауырларын алып келген кезде Қаныш Сәтпаев: менің жұмысым бар, уайымдамаңыздар, мен бәрін асырайын деген сөз береді. Бірақ соның алдында Жезқазған жоғарыдан бір хат келеді. Жезқазған комбинатына біз уже жаңағындай қаражат бөлмейміз. Біз оданша Балқаш көліне, Алакөл көлінің комбинаттарына біз бөлеміз. Жезқазған пока что тоқтата тұрайық деп қаражат бөлмей қалады. Соны естіген Қаныш Сәтпаев өте қатты жаңағындай бір түрлі сезімде болады. Қаншама өмірін сол Жезқазғанға қиған, жаңағындай қиған кездегі Қаныш Сәтпаев өзі бір түрлі сезімде болғаннан кейін сөйтіп жаңағындай Жезқазған заводтағы жұмыс істейтін адамдар айтады: мен сендерге сөз беремін, мен сол Жезқазғанды қайтадан өндіретіндей қылып беремін деп айтады. Сөйтіп ол Мәскеуге жол тартады, және Мәскеуде сол басшысы, сіздерге айтайын, Серго Орджоникидзе деген кісіге барып, соған толықтай мен осындай Жезқазғанның толықтай зерттеуін, ол Жезқазған миллион деген мыс, миллион деген вольфрам, миллион деген мышьяк, мырыш деген сияқты компоненттерге толы жер, біз оны толықтай өңдеуіміз керек деп айтқан Серго толықтай жаңағындай Сәтпаевтың өзінің сөйлегені, ұстанымы өте қатты ұнап, толықтай жаңағы Жезқазғанды қайтадан жаңағындай жүргізеді. Сөйтіп біздің Қаныш Сәтпаев өзінің уәде берген сөзіне Жезқазғанды қайтадан жаңағындай жүргізіп қойған адам. Содан соң бізде Қаныш Сәтпаев сол жаңағы ұлы тұлғалардың репрессиясын көріп, сөйтіп ұлы тұлғалардың репрессиясын көре тұрып, өзінің қан жыл ішіндегі ішімен бір түрлі болады. Оның туған ағасы Ғазизді және толықтай ағаларын, толықтай жаңағыдай омбыда жүрген Әбдікәрім ағаларын бәрін толықтай репрессияға ұшыртып жібереді. Сол мезетте бізде жаңағыдай алаш зиялыларын 1937 жылы Мағжан Жұмабаев, жаңағыдай Сәкен Сейфуллин деп қателесіп, Мағжан Жұмабаев, Ильяс Жансүгіров, Бейімбет Майлин деген сияқты және алаш қайраткерлерін бәрін толықтай репрессияға ұшыратады. Соны көрген Сәтпаев өзінің толықтай біртүрлі сезімде болады. Сөйтіп, бірақ Сәтпаевқа тиіспейді, себебі Сәтпаев болашақта өздеріне керек деген сияқты бір андай сөйтіп сақтап қояды. Сөйтіп Сәтпаевтың кезінде бір Ұлы Отан соғысы басталады, және Сәтпаев Ұлы Отан соғысына жаңағындай толықтай сол Ұлы Отан соғысын
ұтып берген адам ол Қаныш Сәтпаев дегенде андай сөздер келеді халықтың аузында. Себебі қазір халықтың аузында 9 оқтың 10 оқтың 9-ы қазақ жерінен, жезқазған жерінен шыққан деген сияқты. Сол мезетте соғыс, ұлы отан соғысын ұтып береді. И сол кезде жаңағыдай Сәтпаевтар әулетін толықтай қырғаннан кейін енді Сәтпаевқа да жол береді. Сәтпаев оған дейін жаңағыдай ғылым академиясының бірінші төрағасы болады. Сол бірінші төрағасы болғаннан кейін толықтай сол бірінші төрағасының мінезін орындайды. Жаңағыдай өзінің толықтай адамдары бар, Бекмаханов, жаңағыдай Шаяхметов, өзінің қол астындағы адамдар. Жаңағыдай сондай адамдар өте докторантурасын қорғаған, өте білімді кісілер болған екен. Және сол бір күні 1945 жылы Бекмаханов өзінің Кенесарыны қорғау туралы өзінің Кенесары туралы жаңағыдай өзінің бір шығармасын шығарады. И сол шығармада оны толықтай сен хандық билікті аңсап жүрсің, хандық билікті қалап жүрсің, сен сондықтан деп сөйтіп 25 жылға қамап тастайды. Солай бір кездері Қаныш Сәтпаевқа жаңағыдай Шаяхметов кішкене андай тиісіп бастайды. Сөйтсе жоғардан Қаныш Сәтпаевты ғылым академиясының төрағасынан алып тастау бір мақсатты еткен екен. Сол кезде Қаныш Сәтпаевты толықтай қазақтың өздері Қаныш Сәтпаевты өзінің орнын босатуын сұрайды. Өзінің орнын босатып, мен сені ойлап отырмын ғой деген сияқты сылтаумен Қаныш Сәтпаевты өз орнының босатуын сұрайды. Сол кезден бастап Қаныш Сәтпаев ешкіммен қарсыласпай, оған күн сайын жаңағындай Ресей СССР кезінде Мәскеуден жаңағындай тергеушілер келіп, сен жаңағындай кезінде әкең бежей болған екен, соны скрывать еттің ғой, сен соны жасырдың, сен соның ішінде жаңағындай соның ішінде бір ішінің жаман пиғылың болды деген сияқты бір жала жапқан екен. Қаныш Сәтпаев одан бастап басын айтады. Мен ешқашанда өзімнің әкем би болғанын жасырмағам. Мен оның 1945 жылы осы жасырып кеткен жерінде, документінде сол тұр деп дәлелмен айтады. Бірақ олар оны Сәтпаевты бір ретте тыңдаған да жоқ. Тұрған жерден жала жауып Сәтпаевты бір кездері полицияға түсіреді өзінің жоғары қан қысуымен. Сол кездері Қаныш Сәтпаев өте ішіндегі жылау деген ішінде сырттай жылаған көрсетпеген шығар, бірақ ішінен қан жылы жылап жүреді. Себебі өзінің туған қандастары, қазақ деген қандастары оған өзі арқасынан пышақ тыққанмен пышақ тыққанға тең болады. Сөйтіп Қаныш Сәтпаевты бір кездері Шаяхметов тұрады да артынан пышақ тыққандай бірінші хатшылықтан қуып жібереді. Соны естіген Қаныш Сәтпаев тұрады да қазақ жерінен көшіп кетіп, Мәскеуге өзінің Тайси әйелімен бірге көшіп кетеді. Ол кезде Тайси әйелімен көшіп кетіп, сөйтіп Сталинге барып хат жолдайды. Қазақстандағы қазақтардың жасаған маған әділетсіздігі өте болмайтын нәрсе дегендей сияқты болып айтқан кезде өзі ішінен біртүрлі екен. Өзінің қандастарыма басқа біреуге жаңағындай жалоба тастағаным өзі өте біртүрлі екен деп өзі бір ұялғандай болады. Бір Тайси екеуі Дагестанға курортқа демалуға кеткен кезде, бір айға жетіп қайтып келген кезде Сталиннен хат келеді. Сталиннен хат келген кезде сосын екеуі ақылдасып жаңағындай Сталинге барып, Сталиннің қол хатшысына барып, Сталиннің өзіне емес, қол хатшысына барып, Сталиннен кейінгі адамға барған кезде екеуі сөйлесіп, Сталинге жаңағындай айтады. Қаныш Сәтпаев, сіз өте күшті, өте білімді, өте мықты, өте дарынды тұлғасыз. Біз сізді Мәскеуде осындай бір белгілі бір
география, археология деген сияқты маманы қылып қойсақ, сіз үшін осы маманды жаңадан ашып жатық дегендей қылып айтады. Бірақ Қаныш Сәтбаев жауап бермейді. Бір кездері Шаяхметов Қанышпен кездесейік деп өтініп сұрап Қанышпен кездеседі. Қанышпен кездескен кезде өзінің алдына тұрып кешірім сұрайды. Қаныш ағау, мені кешіріңізші, өтініп сұраймын, менікі дұрыс емес деген сияқты. Сол тұрған жерде Қаныш Сәтбаев өзін кешіргендей қылып айтады, және жаңағындай Шаяхметов жаңағындай өзіңіздің баяғы ғылым академиясының президенті болыңыз, мен сізді сол жаққа қайтадан тағайындап беремін дегендей қылып айтады. Бірақ Шаяхметов сол өзінің жаңағындай ұсынысын берген кезде Қанышта баяғыдай құлшыныс жоқ, бүкіл өмірдің қиыншылығын көрген, өзінің баяғыдай өмірге көзқарасы жоқ екенін, жаңағы сол кездегі қазақтың жаңағындай жағымпазданып жүрген қазақтардың қайтадан оған жағымпазданып кететіні өзі ішіне қанжыл пышақ тыққандай деп өзі кішкене бас тартатындай қылып отырады. Бірақ бір кездері Шаяхметов, сіз Жезқазғанға қайтасыз ба? Жезқазған әулетіне деген естіген. Қаныш Сәтбаев өзінің Жезқазған деп естіген кезде Тайсияға, ей, алып кел шарапыңды, бірге Жезқазғанға қайтуымызды тойлайық деп, бәрі үйге қол не істеп бірге отырып Жезқазғанға қайтуын шешеді. Сол қайтадан кейін бір мезетте жаңағындай Қаныш Сәтбаевтың еңбектерін бәрін бағалаған кезде Ленинский лауреат береді. Ленинский лауреатты бергеннен кейін Қаныш Сәтбаев солай жаңағындай алып алғаннан кейін қайтадан 1955 жылы оны ғылым академиясының бірінші хатшысы болып сайлайды. Бірақ оның бұрынғыдай жаңағындай талпынысы жоқ, күші жоқ, енді жасы келді. Сөйтіп баяғыдай құлшынысы жоқ екен өзі де түсінеді. Өмірдің соңындарына келей, Қаныш Сәтбаев жаңағындай өте қатты аурумен ауырып қалады. Ол қазіргі тілмен айтқан кезде рак ауруымен ауырып қалады. Сөйтіп рак ауруының ауырып қалу себебі автор былай айтқысы келеді. Ішінде сыртқа шығарылмаған эмоцияны іштей шығарғанның себебі ол іштей бір жаққа тағылып кетпейді. Ол именно бір жерге жаңағындай рак болып ауырып, сол ісік болып шыққан несі ғой деп жаңағындай автор сөйтіп айтады. Сол күндерден күн көрі Қаныш Сәтбаев өзінің ата-анасына тас қоймаған есіне түседі. Сол өзінің соңғы жылында мен ата-анама тас қойып қайтайын деп ата-анасының моласына барып, жаңағындай әкесінің және анасының моласына барып, тасын қойып, дұғасын оқып, сөйтіп қайтып артқа жаңағындай қасында жүрген адамдарына цемент төсеткізіп, бәрін әдемілеп, қайтадан өзін жаңағындай тыныш жанымен машинасына отырып, артқа қарамай қайтады. Соны естіген жаңағындай докторлар бәрі, Қаныш Сәтбаев, сізге операция жасау керек, сіз операция жасау керек, ол сізге бір белгілі бір шанс ретінде көріңіз деп айтқан кезде Қаныш Сәтбаев кездесіп, сөйтіп Мәскеуде операция жасап жатқан кезде Қаныш Сәтбаев өмірден озады. Бірақ сол мезеттен бізде академиктің аты өшкен жоқ. Бізде Сәтбаев қаласы, Сәтбаев көшесі, Сәтбаев университеті, Сәтбаев мектебіне айналған, өз көшесінің бойында, өз университетінің бойында, алдында қоладан құйылған Сәтбаев ескерткіші тұр, көкке бой созып. Тек ұлы ғұламаның бір ғана ескерткіші қол жетпес биіктікте жүр.
ол ғарышта күн системасын шыр бөлек айналған Сәтбаев ғаламшары деп сөйтіп шығарма аяқталады. Менің шығармадағы ең қатты жүрегіме әсер еткен үзінді бұл соңғы бөлімдегі үзінді. Мен сіздерге қазір оқып берейін. Міне, енді өле беруге болады, деді Қаныш Имантайұлы. Ата-ана алдындағы ең соңғы парызын өтеп, көлікке отырып жатқанда, қош бол, қасиетті туған жер, деп машина жүріп кетеді. Мен бұл сөйлем жолдарын, үзіндінің жолдарын түсіндіруім. Ойлаңыздаршы, сіздердің бала кезден өздерінің ағаларымен ойнап өскен жер, ата-ананың өзінің бақытты кездерін, өзінің отбасымен өткізген кездерін соңғы өмірің жылдарында көріп, және ата-ананың парызын, борышын өтеп кетіп, жаңағындай өзіне ана өмірге аттана беруге болады деген андай еркіндік пайда болады. Енді бұл өмірде уже басқа жасайтын ісі қалмады. Істейтін затты істеп тастады, бүкіл әлемге дәлелдеп тастады, тарихқа өзінің атын жазып кетті. Бұл нағыз мықты тұлға. Және мен екінші жүрекке әсер еткен үзінді ол Ғазизаның қайтыс болуы және Сәтбаевтың еңіреп жылауы. Сәтбаев келер алдында, сол тәтесінен барар алдында Ғазизаға жаңағындай жүрегі сезеді, жүрегі сезіп жүр. Жақындаған сайын андай жүрегі мазасызданған көрсеткен Сәтбаев өзінің қандай ішінде қандай адам екенін көрсетеді. Және Тәрмизидің айтпай-ақ түрмен көрсеткенін ақ түсінген Сәтбаев қаншама адам қарап тұрып жылап жібергені ол адамның нағыз ішіндегі тазалығы, ішіндегі жан дүниесі, рухани жағынан тазалығы деп ойлаймын. Сәтбаев өте жүрегі таза, артық ойы жоқ, халыққа нағыз қызмет еткен адам деп айта аламын. Менің философиялық тұрғыдан және менің өзі шығарманы оқыған кезде ашқан жаңалығым қазақтың қаншалықты азап кешкені, қанша жерден қиналғаны түсіндіріледі. Ашаршылықтың азабы, Филипп Исаевичтің қандай жексұрын адам екені осы шығармада бейнеленеді. Әрине, қараңыздар, өзінің әр адам ана өзінің таңертең қай баласын жейміз деп тұрған адам, сондай дәрежеге жеткізген Филипп Исаевич өте жаман. Мен осы тұрғыдан философиялық жағынан осындай жаңалық аштым. Қаншама қазақтың балалары, қаншама қазақтың адамдары қырылып, 6 миллионнан асқан адам қырылды. Ол еще жыл сайын еселеніп тұру керек. Соның бәрін істеген Филипп Исаевичтің қолынан келген заттары қаншама білімді, қаншама жүректері мол, өзінің еліне деген көмегі тиіп атқан тұлғаларды репрессияға ұшыратқан Сталиннің өзі. Мен сөзбен жеткізе алмаймын. Бірақ сіздерге кішкене түсінікті қылсын деп айта алғаным осы енді. Шығармада жаңағындай тиімсіз сұрақ тұр. Шығарманы оқыған кезде қандай көңіл күйде болдыңыз деп.
әрине басында Филипп Исаевичтің қандай екенін түсінесің, содан кейін жаңағындай Филипп Исаевич қалай қазақтарды қырғанын, қазақтар қандай ашаршылықтан қайтыс болғанын бәрін түсініп жатқан кезде жаман халде боласың. Әрине жаман халде боласың. Бір кездері мен өзім таңғалатын халде болдым. Мысалы, Қаныш Сәтбаевтың інісі, бөле деп жиен інісі Кемел Ақышев деген кезде маған өте қатты пайдалы информация болды. Және бұл шығарманы оқитын кезде мен көңіл күйім ойландыратындай болды. Адамды ойландыратындай шығарма екенін түсінуге болады. Мен түсінем, жаңағындай қабдеш жұмаділовтің бізге осын жеткізгісі келгені, қазақ жастарына жаңағындай басында айта кеткендей, халықтың алдында жауап берем, және ақиқаттың алдында жауап берем, және Құдайдың алдында жауап берем деген адамның нағыз осындай шығарған шығармасы, нағыз бейнесі соның. Көңіл күйге өте қатты ойландыратындай, бос жүрмеуге шақырады деген ойдам. Мен және сенемін, что осы жастар, осы шығарманы оқыған жастар бостан босқа жай оқи салды деген ойда емеспін. Осылай ойланып, толғанып, қазақтың жаңағындай басты деген адамдары қандай қиыншылықты бастан кешіргені, осының бәрін көру керек. Менің сезімім осы. Қорытындылай келе, қабдеш жұмаділовтің академиктің көз жасы ол 1920 демей қойын, 20 ғасырдың қиын кешкен зардаптары. Ол тек қана Қаныш Сәтбаевтың ғана емес, ол бүкіл халықтың зардабын көрсеткісі келді. Халықтың бүкіл хәлін қандай екенін көрсеткісі келді. Бір шығармамен ойлаңдаршы, бір 60 беттік шығарма ғой былай қарасаң. Бірақ сонша қаншама глобальный проблемаларды көрсетті. Сол уақыттағы қазақтарды қалай қырғаны, қазақтар қандай болғанын, көбісі жағымпаздаған, шолақ белсенді екенін көрсетті. Осы оқыған кезде ерекше сезімде болдым. Сіздерге көп рахмет. Тыңдағандарыңызға сау болыңыздар.